Домбыраны қолға алған жалпы тарихымыз дейміз ғой енді, өзіміздің ұқсайды бір-бірімізге. Бала кезден 7 жастан бастап домбыраны қолға алдық. Мен бірақ Павлодар қаласында, Ернат Жезқазған қаласында. Дәстүр емес, кәдімгі заманауи дека стилінде ойнап шыққаннан кейін, яғни Музарттың да гүрілдеп тұрған уақытта Асылбек Еңсеповтың жаңадан күйшілік өнерге, дәстүрлі өнердің жаңашалап бір дека стилін ашып, өзінің бір шыққан бір сәті ғой. Сол кезде біздер баламыз, сол көгілдір экраннан қызыққаннан, соның бәрі солай басталып кетті ғой. Интернатқа түскен кезде мен әлі жаңағы үйдегілер пижамаға дейін алып беріп, бүйтіп реттеп бізді интернатта қалдырғаннан кейін, жаңа ұлсың ғой, намыс жібермейді да, жылап аласың, ешкімге көрсетпей. Қазір мысалы соның жемесін көріп жүрміз деп ойлаймын. Неге өйткені ерте есейіп, ерте осы ортада өз-өзімізді ұстау, армандаған жаңағы мақсаттарымызға жете берейік деген осы бір іштей бір өзімізге сенім болды деп айтсақ болады. Бірінші аймақтық конкурсқа қатысасың, одан кейін қалалық конкурсқа қатысасың, облыстықтан өтіп барып, Алматыға республикалық конкурстарға баратын бізде. Сондай қиындықтардың арқасында шығар деп ойлаймыз. Өзіміз қазір енді шетелде біз қатысқан конкурс жоқ шығар деп ойлаймыз. Бәріне қатысып жатырмыз. Сондықтан да ол этаптан да өту керек деп ойлаймыз. Бірден шетелге шығып кеткен дұрыс емес деп ойлаймын. Біз Ернат екеуміз ең бірінші алғашында жаңағы университетте, Қазақ ұлттық өнер университетінде таныстық. Бірінші курсқа түскен бойда жаңағы әңгімеміз жарасып, дос болып жаңағы араласып, ары қарай өзіміздің достығымыз өнер арқылы жалғасып. Енді біздің топтың құрылу жалпы идеясы, біз университетте оқып жүрген кезде бізде жаңағы ректорымыз Мұсахаджаев Айман жаңағы студенттерді жинап шетелге алып барады, концерт береді деген сияқты. Сол университеттің қабырғасында бізде ансамбль болған негізі. Сол жаңағы ансамбльмен жүріп бір кезде ой келді, дуэтті көрейік деп. Ары қарай 2017 жылы жаңағы Димаш бауырымыз жаңағы I Am Singer жобасына қатысты Қытай елінде. 7-ші кезеңінде Дайдидау әнін айту керек болды. Сол кезде жаңағы қазақ ұлттық өнер аспаптарымен, қазақ ұлттық аспаптарымен сүйемелдеуінде өтем деген өзінің ниеті болды Димаштың жаңағы. Сөйтіп Айман апайға айтқан, Айман апай біздерге айтып, дәстүрлі өнер, күйшілік өнер жеті мектебінен құралады, ұстаздарымыз әртүрлі деген сияқты. Бірақ бұл жерде бір ой бар, мақсат бар. Сол ойымыз бен мақсаттың бір жерден шығуының арқасында 2017 жылы осы Астана аренада үлкен концерт берген кезде жаңағы Ернат екеуміз өзіміздің жаңағы ресми түрде тобымыздың тұсауы кесілді. Біздің жаңағы бірінші алғашқы барған енді 2018-ден басталды, топ ретінде қатысқан шетелдік конкурсымыз. Израильге бардық, ол жерден жаңағы бізге бірінші орын беріп, ары қарай жаңағы Америкаға шақырған 2018-де. Америкаға барғаннан кейін тағы да шақыртулар келді. Ізденіс керек, көп жастарға жалпы іздену керек деп ойлаймыз. Біз өзіміз жаңа ізденіп жүрміз ғой, әлі де ізденеміз. Қандай елде қандай конкурстар бар, болмаса қандай фестивальдер бар, жаңа домбырамен қатысуға болатын деген. Сондықтан да ол ешқандай бір шектеу жоқ, ешқандай бір қойылып қойған заңдылық жоқ. Қазір бәрі ашық, қазір енді қолжетімді десек те болады. Жалпы кез келген сахна бізге киелі ғой. Ол сахнаның алдында көрермен 20 адам болсын, 100 адам, 1000 адам болсын. Жалпы өнер ұлтқа бөлінбейді ғой. Өнер бәріне ортақ тіл болғандықтан кез келген сахна біз үшін жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан, бірақ шетелдің қошеметі ықыласы бөлек дегеніміз, олардың өзіміз айтамыз, 62 тамырдың құрышын қандырады құлағымыздың деп. Сол сияқты ол бір ерекше, бір оларға таңсық емес бір әуен үн болғандықтан, олар үшін экзотика ғой. Біздің қазір мысалы бейнебаяндар болсын, жаңа музыкамызды болсын, қазір шетелден көбі тыңдайды. Біз жасай бастаған кезде бізге жаңа көбі қарсы болды. Не істеп жатсыңдар жігіттер, бұлардың дұрыс емес деген сияқты. Енді біз дәстүрлі өнерді оқыдық. Артымызда жаңа школа-интернатымыз бар, колледжіміз бар, университетіміз бар, магистратурамыз да бар. Бірақ біз жайдан-жай осындай бір шешімге келген жоқпыз. Бір ерекшеленетін бір стильге келдік. Және ол стиль жаңағы біздің жаңа жанр сұранысы бар. Енді көбі жаңағы бізге жазып жатады, жастар болсын, аға сіздер сияқты болғымыз келеді деген сияқтылар. Енді қуанасың әрине, жалпы домбыра ұстағанда қуанасың ғой. Айтатын мәселелер көп, бірақ оның барлығын ешкім қазір алдың алып келіп, ешкім ештеңе бермейді. Соны түсіну керек та. Сен домбыра тартады екенсің ғой деп келіп, лақ еткізіп, барлық жағдай жасау деген ол мүмкін емес. Әр домбырашыға болмаса әр саланың бір жастарына өйтіп
бір қолдау көрсетуге болады, бірақ жаңағыдай мен не істеймін деген кезде оған іздену керек, еңбек керек қой жалпы шынымен. Енді біздер бір бардан шыққан жоқпыз шынымен. Өзіміздің еңбегімізбен, өз қолымызбен, өз күшімізбен шыққаннан кейін біз өзімізге результатпыз ғой негізі. Осылай жасауға болады екені көрініп тұр. Негізі біздің ата-аналарымыз ең бірінші қолдаушыларымыз ғой біздің моральдық тұрғыда. Ең қолдайтын бере ала, содан кейін ата-аналарымыз. Қазіргі тыңдарманға не керек? Ол қалай берілу керек? Қазіргі заманауи стильдағы қандай әншілерді, қандай артистерді тыңдайды халық? Соны анализ жасай отыра, ол солай жасалатын дүние негізі. Жалпы былай қарағанда атмосфера беру керек қой. Мен ойымша шабыт сол деп ойлаймыз. Студияға барсаң, өзі шабыт келеді. Үйде жата берсең, жата бересің, ештеңе жасамайсың. Сол сияқты студияға барып бір процесс басталса, ода уже шабытың ашыла береді ары қарай. Өзіміздің жаңағы шығармаларымызды әлі де ізденіп, басқаша бағытта әлі де жасағымыз келеді. Жалпы оларды да таңғалдыру керек деген сияқты. Биылғы жоспарымыз сол конкурс. Алғашқы қазір біздің жоспарымыз үлкен. Және де енді алыс жақын шетелде концерттеріміз бар. Одан бөлек күзге қарай өзіміздің 5 жылдық концертімізді береміз деген жоспар бар. Арманың биік болып, мақсатың айқын болса, бұл заттардың бәрі бір уақытша кезеңдер екенін түсіне біледі деп ойлаймыз кез келген адам. Өзіміз сынақ келіп тұрса, өзіміз қазір иммунитетіміз бар. Сондықтан жастарға айтатынымыз да сол, сынақтардан сынбай өтіп, ары қарай еңбектене берсеңіздер, тек қана еңбек қой. Еңбектесеңіздер, өзі бір қорытындысы болады, әр нәрсенің шешімі болады деген сияқты. Әр заттың бір қайыры бар. Сондықтан да мойымай, сынбай, жаңағы айтқандай армандарыңыз биік болса, мақсаттарыңыз айқын болса, онда тек қана алға деп айтамыз.